Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иваншуков атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймағайдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Біржан Сал кітабын ұсынамыз. Құрметті оқырман, бұл кітап Қарта Қаңтарбаевтың қазақтың ән атасы атанған аса үздік әнші, ұлы композитор, ақтаңгер ақын лирик, суыр салма айтыс өнерінің атаңызға айналған хас шебері Біржан Сал жайында құрастырған кітабы. Біржан Сал Қожағұлы қазақтың дара туған ерекше дарынды дана тұлғаларының бірі. Табиғатынан өнер үшін айрықша жаратылған құбылыс, нағыз феномен. Ол заманында аса биік даусына жан теңеспеген ұлы әнші. Таңғажайып әндері ел жүрегіне мәңгі орын алған үздік композитор. Өлең сөздің сұңғыла шебері, арқалы туған ақтаңгер ақын. Егер оның суыр салма айтыскерлігіне келсек, Біржан мен Сараның айтысы бұл дәстүрлі ұлттық өнеріміздің классикалық үлгісіне айналған теңдесі жоқ алтын мұра. Біржан Сал 1834 жылы Ақмола облысының Біржан Сал ауданында дүниеге келіп, 1897 жылы 63 жасында туған жерінде қайтыс болды. 1865 жылы абаймен кездесуі Біржан Салдың композиторлық, әншілік, ақындық өнерінің дами түсуіне үлкен әсер етті. Біржан Сал қазақтың дәстүрлі әншілерін көріп, халық музыкасын жаңа белеске көтеріп, өз ән өлеңдерімен толықтырған ірі тұлға. Жаяу Мұса, Басрақаның, Құлтума, Ақан Сері, Балуан Шолақ, Ғазиз, Естай, Үкілі Ыбырай, Жағылған Берді, Арқаның атақты әншілері Біржан Салдың мектебінен өнеге алып, оның композиторлық өнерлерін жалғастырып, ілгерілеріне мол үлес қосқан өнерпаздар. Біздің заманға Біржан Салдың 60-ға жуық әндері жеткен. Оның әндері нәзік сезімді, сұлулықты жырлаған. Ғашығым, Қаламқас, Ләйлім Шырақ, Айтпай, Ақтентек, тағы басқа. Ал әлеуметтік мән мазмұнымен де Жанбота, Адасқақ, Көлбай Жанбай, Жидер, тағы басқа құнды шығармаларын айта аламыз. Ал осы тұста Біржан Сал өзінің атасының баласы екенін өз сөзімен: баласы Қожағұлдың Біржан Салмын, адамға зияным жоқ жүрген жанмын, байлыққа, мансапқа да құмар емен, өзім сал, өзім сылқын неге зармын деп өзін жырлаған екен. Ал құрметті оқырман, назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.